Үлпілдек болып, арасы шикі болмай өте дәмді болып пісетін картошка қосылған пирожкилер дайындайтын боламыз. Жасалу жолы оп-оңай, өзімнің универсальный тестіммен бөлісетін боламын. Суымызға тұз, қант, ашытқымызды салып, сұйық майымызды қосып, араластырып, ұнымызды салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды 1-1,5 сағатқа бастырып қойып қоямыз. Көтерілген қамырға қолымызбен осылайдан май жағып, бөлшектерге бөліп, бетін сүлгімен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Аунатып, салмасына менде картоп езбесі, картошканың үстіне картоптың асылған суын, май, тұз, бұрышын қосып, жақсылап езіп алып, соңында қуырылған жуамызды қосатын боламыз. Салмасына кез келген зат салсаңыздар болады. Қамырымызды осылайынан жайып алып, жақсылап, екі шетін жұқа қылып түйіп алып, пирожкилерімізді алып, майлықтың үстіне орнатып қойып қоямыз. Түйіп болғаннан кейін орташа отта қызып тұрған майымызды жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз дайын болды, дәмді үлпілдек болып шығады. Баршаңызға ас болсын.